Казминералс тобында қызметкерлердің еңбегі мен жетістіктерін тану бағдарламасы күшіне енді. Жаңа бағдарламаның мақсаты қызметкерлерді ынталандыру және топтағы іс-шараларға қатысу деңгейін көтеру, корпоративтік мәдениетті дамыту. Бағдарламаның аясында қызметкерлердің еңбегі мен жетістігіне алғыс ретінде 4 санаттағы белгішелер қарастырылған. Мыс белгіше, оны кәсіпорын басшысы тапсырады. Мерзімі 2 жыл. Белгішені тапсыруға корпоративтік жобаларға, конкурстар мен іс-шараларға қатысу, сыртқы жарыстар мен сайыстарға жеңіс, өндірістік проблемаларды шешу немесе өнертапқыштық ұсыныстар негіз бола алады. Көп жетістік болса, соғұрлым көп мыс белгіші аласыз. Еңбек сіңірген жылдар үшін арнайы белгіше де қарастырылған. Оған сәйкес Казминералста белгілі уақыт жұмыс істеген қызметкерлер марапатталады. Биыл қызметкерлер 3 жыл жұмыс істеген үшін арнайы белгішеге қол жеткізеді. Келесі арнайы белгішелер 2019 жылы, яғни топтың құрылғанына 5 жыл толғанда шығады. Еңбек сіңірген үшін тапсырылған әрбір белгіше жалпы есепте 1 мыс белгішеге тең келеді. 5 мыс белгішені 1 күміс белгішеге айырбастауға болады. Сонымен қатар қызметкерлерге кәсіпорын басшылығының алғыс хаты да беріледі. Күміс белгішенің мерзімі 3 жыл. 3 күміс белгішеге қол жеткізген қызметкер ең бағалы алтын белгіше ала алады. Ол жылына 1 рет ерекше салтанатты кеште тапсырылады. Белгішемен қатар қызметкер топ басқарма төрағасының қолынан арнайы диплом алып, 500 мың теңге көлемінде сыйақымен марапатталады. Биылғы жылдың желтоқсан айында Астана қаласында алғашқы марапаттау рәсімі өтеді. Әзірге алтын белгішелер болмайды. Дегенмен ең көп мыс белгішелерін алған, оның ішінде корпоративтік құндылықтар жөніндегі жобалар конкурсына жеңіске жеткен үшін мыс белгішелермен марапатталған қызметкерлер топтың басқарма төрағасы Олег Новачуктен арнайы сыйлық алады. Мыс белгішесін алуға болатын жетістіктердің толық тізімін арнайы брошюрадан көруге болады. Оны қызметкерлерді басқару қызметінен сұраңыздар, немесе www.kazminerals.info сайтындағы қызметкерлерге бөлімінен жүктеп алыңыздар.